Өңір жаңалықтарына ойысамыз. Шымкентте жергілікті тауар өндірушілердің форумы ұйымдастырылды. Көрмеге азық-түліктен бастап киім-кешек, дәрі-дәрмек, құрылыс заттары да ұсынылды. Нарықтың үздігі атануға үмітті кәсіпорындар шағын және орта бизнестегі бәсекелестікті осы әдіспен арттырып отыр. 100-ден астам кәсіпорынның өнімдері қойылған көрменің көркі көз тартады. Ел нарығына жол тартқанына көп болмаса да тұтынушылардың сұранысына ие болған шатыр шығарушылар мұндай шараға алғаш рет қатысып отыр. Шатыр жабдықтарыны үйренген кезде, Еуропа мемлекеттерін қарап зерттеген кезде көрдік. 80% шатырдың барлығы осындай натурал жабдықтық болатын. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бұл жабдық уже классикалық. Бірінші 14-ші ғасырдан бері шығалған кезі. Басты бұның ерекшелігі ол натурал. Желге ұшып кетпейді. Екіншісі оның 100 жылдан артық қызмет етеді. Жанбайды, өртенбейді. Сосын рең жоғатпайды, жылып ысып кетпейді. Мұздап өткізбейді, ыстық суық өткізбейді. Шараға тауар өндірушілерден бөлек әлеуметтік мекемелердің өкілдері де қатысты. Ондағы мақсат елдегі мектеп, аурухана, білім ордаларындағы қажеттіліктерді оңтүстіктің өз өнімімен қамтамасыз ету. Өзіміздегі барды ұқсату арқылы экономикалық ахуалымызды жақсартамыз дейді форумды ұйымдастырушылар. Келесі жылдан бастап әр госзакупқа біз өзіміз палата тікелей қатысып жатырмыз конкурсқа. И өзіміз тек спецификация жазамыз. Біздің именно оңтүстіктің кәсіпкерлерінің товарларын тек спецификацияға жазып, тек қана өзіміз оңтүстіктегі шығып жатқан товарларды келесі жылдағы госзакуптарлар алсын деп сондай ұсынып, жыл сайын жәрдем береміз өзіміз кәсіпкерлерге. Бізде күннен күнге жаңа кәсіпорындар шығып келе жатыр, бірақ халық оны білмейді. Негізгі сатып алушылар білмейді. Сол себепті біз бүгін біздің әзірге шағын және орта бизнестің ірі кәсіпорындарын алатын болсақ, негізгі бөлігі бұл тамақ өнеркәсібі, текстиль, басқа да тұтынушы товарлар және құрылыс материалдары. Оның бәрі өзімізде сұранысы бар, өзімізде нарығы бар. Біріншіден, біз бүгінгі көрмеге шақырғанымыз кәсіпорындардан басқа қатысушы ретінде бірінші құрылыс компаниялары, құрылыс материалдарын сатып алатын. Бұлар кейбіреулері хабарда жоқ, білмейді, бағасын да білмей, сапасын білмегендіктен басқа жақтан алып келіп жататын. Дәстүрге айналған көрме жыл сайын өтеді. Отандық өнім шығару арқылы кәсібін нәсіп еткендер бүгінде аяғын тіктеген. Соңғы 4 жылдың ішінде өңірдегі өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 15%-ға артқан. Ал кәсіпкерлерден түскен салық 2,5 миллиард теңгеге жетіп отыр. Гүлсанат Қалмырзақызы, Әлем Мәлік, Бақыт Байларов, Оңтүстік ақпарат.